Жақында бір ұстазымыз мына бір оқиғаны айтты. Өзіме қатты әсер етті. Ұстазымыз өз әкесі жаңағы инвалид болып біраз жатып ауырған екен. Сонда мен өз әкеме қатты қарадым деп қызметтерін айтып, ол енді бізге жаңағы өнеге ретінде айтып отырды да, мына бір ата-ана жайлы оқиға айтты. Бір әйел 18 құрсақ көтерген екен. Бұл жаңа аштық заманда болса керек. Сондай заман болған, қараңызшы. Бір баласы қатты ауырады, оны біреуге көрсетуге апарады да, қайтып келсе үйінде басқа бір баласы дүниеден өткен болады. Сондай ауыр замандар болған біздің аталарымызда. Бірақ дейді, сол анамыз сондай қиыншылықтарда әкеміз, анамыз мойымай бізді бақытты жетілдірді дейді, деген қызмет жасады дейді. Сөйтіп кейін келіп жаңа анамыз құлағы ауырып, былайша негізі дәм тұз таусылды ғой енді. Бірақ жаңа кісі айтады, сондай қиыншылықтарда мойымай бізді өсірді дейді. Кейін біз аман есен өскеннен кейін құлағы ауырды да, сол аурудың ақыры анамыз қаза болды дейді. Соның әкесі инвалид болып төсек тартып жатып қалған. Екі аяғы істемейді, сау болып. Бұл жігіт қари болған, соны қалай қари болғандығын айтады. Әкемді 2 рет жуындырам дейді. Күніне әкесін 2 рет жуындырады екен да. Әдетте бір адам ауырып жататын болса, ол бөлмеде бір басқаша иістер шығады, ерекше. Өйткені көп жатқан адам ол жерде дәрет сындырады, тердің иісі, ол жерден бір өзгеше иістер шыға бастайды. Бірақ көңіл сұрап келген адамдар ол үйде төсек тартып жатқан адам бар екен білмейтін дейді. Жаңағы кісі отырғызып қояды дейді. Оны күніне 2 мәрте шомылдырады екен да баласы. Үстінен иіс шықпайтын дейді. Иіс шықпайтын, азанда кешке күніге міндетті түрде шомылдырып отырады. Және қараңызшы, қандай болған ол әкелер. Қазір рас, біз әкелер қорқады ғой баласына ауыр сөйлеуге. Әшейін аяқта жүрген әкелер баласына сөйлеуге қорқады. Ал егер төсек тартып қалса, бізде қазір әбер бер деп дұға қылады ғой қариялар. Сол негізгі әбері олардың сұрап отқан. Төсек тартпай әйтеуір өз аяғымызда жүріп өлсек екен деп ойлайды. Өйткені төсек тартып қалса балаға, келінге, басқаға жексұрын болам деп ойлайды да. Ауыр сөздер айтылып жатыр. Ана жаңа қарияны қарасаңыз, еркелігі қандай. Баласы соған лайық болған да. Ей балам, өз үйдің ішінде жатып біледі екен да. Күн ысый бастайды ғой. Ей балам, ешкінің етін жемейміз ба дейді екен. Бала 2-3 ешкінің етін әкеп қойып қояды екен да. Жаз бойы ешкінің етін беріп шығады екен. Өзі күн салқында, күз бола бастаған кезінде, ей балам, қозының етін жемейміз ба? Бала жаңа қойдың етін әкеп қойып енді қойдың етін бере бастайды. Күн суыған кезінде, ей балам, жылқының етін жемейміз ба деп. Қараңызшы, сол бала әкемнің айтқанын екі еткізбей орындайтын дейді. Қараңдар жігіттер, бұл мен қазіргі жігіттерге айтып жатырмын, тыңдаса. Ол қария не үшін етіп сөйлеп жатыр? Өйткені ол қажет кезінде еңбегін сіңірді. Бала-шаға үшін жанын беруге дайын тұрғандығын көрсетті. Бұны түсінген бала соны қайтарып жатыр. Қарасаңшы, қыстың күні бала әкесіне жылқының етін береді екен. Осылай жаңағы қария дүниеден өткен ғой енді. Бірақ бала қари болған. Енді бала қалай қари болған десе, ол әке-шешесінің батасын алғанда. Әке-шешесіне қызмет қылды. Алла Тағала оның білімін арттырып, не дейді, ашып қойды да, білім есігін оған ашып қойды. Қазіргі жігіттерге айтар едім, ата-анаң қолыңда барма. Шынымен қара, өзің қазір балаңа қалай қызмет қылып жатсың. Дәл солай олар да саған солай қызмет қылған. Ұмыт кетпе олардың қызметін ұмыт кетпе. Олардың қарызынан еш уақытта құтыла алмайсың. Не дейді? Қажылыққа 3 рет көтеріп барсаң да. Бірақ жағдайда бала әке-шешенің қарызынан құтыла алады. Қай уақытта әке-шеше біреудің кәдімгі құл деген болады ғой. Біреудің құлы болатын болса, сол құлды сатып алып тұрып азат етсең, әке-шешеңді біреудің құлдығынан сатып алып азат етсең, сен сол кезде ғана қарызынан құтыласың дейді. Ал қазір құл деген түсінік жоқ қой. Демек,
біз қазір жігіттер ата анамыздың қарызынан еш уақытта құтыла алмаймыз. Оны қазақ айтады, әке шешең жынды болса байлап бақ дейді. Қарасаңшы, қандай керемет біздің қазақ аталарымыздың оқиғалары бізге күш береді деп ойлаймын.